Әбу-Насыр әл-Фараби бүкіл шығыс ғалымдары Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп таныған. Ол Отыра қаласына дүниеге келген. Оқу білім іздеумен қатар сол кездегі араб халифатындағы ірі білім орталығы болған Бағдадқа кетіп, Сирияда Шам шаһарында қайтыс болған. Ол өз ана тілі түркі тілдерінен басқа араб, парсы, түрік тілдерін жетік біліп, түрлі ғылымдар бойынша 100-ден астам еңбек жазған. Әбу-Насыр әл-Фарабидің «Тамылжып бал тыныштық айналымнан» атты өлеңі. Тылсым түнге құшағын жайған далам, мен жатырмын жападан жалғыз, жанымды ой жарық аймалаған, аққан жұлдыз құласа кейде егер, сенің нұрлы бейнең болып кеудеме енер. Әлде қайда ғайыптан ынтызар қып, өмірме бір ғажап сәуле берер. Әбу-Насыр әл-Фараби тіршілікте құрыштай бұл төзімді. Сан мәртебе алдаса да өзіңді, тағдырыңды еш уақытта жазғырма. Тіпті кейде болса да әзәзіл азғырған. Өрге жүзген өнегелі ісіңмен таңдады ал дос өз теңді ішіңнен. Жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Қағазың түсіп бетіне сықтай бейне тартылған, тап болып жігер сарқылған. Кездесу өмір өтіне қайыспай тұрсан артылған. Сонда да беріп кетеміз жүрек отын молында. Арманда аңсап өтеміз біз ұлы мұрат жолында. Қайтейін мен көкжиек көңілімді, келер күнге үмітпенен жол ашамын. Қошемекпен өткізім өмірімді, соны медет деді болашағым.